Шекаранды қорғайтын батырын болғым келеді, заманынды жырлайтын ақынын болғым келеді. Көрік берер далана гүлін болғым келеді, ән күйінде қазақтың үнін болғым келеді. Бал жиятын даладан аран болғым келеді, қайта туған жас сәби балан болғым келеді. Қарттарымды қолтықтап аттандырғым келеді, шабыт беріп жырыммен шаттандырғым келеді. Әлпештегім келеді, ұрпағымды талпынған, ерсе ақындар, ұстаздар миллиондап артымнан. Поэзия ер түлеткен ана ғой, ана десе бір бұлқынып қалады ой, ана жырға алыптар да бас иіп, шымырлайды, биіктейді санады ой. Поэзия жайқалған бір егістік, жан жүрегін жүретұғын өріс қып, өмір менен өрнектелген тереңі. Поэзия шетсіз кеңістік. Поэзия кейде қиын жұмбақ қой, шешемін деп талай түн қатты ой. Бірде жақын, бірде алыстан бұлартып, сағындырып тұратұғын бір жақ. Аналар қандай адам, анасы үшін бар мекен жандайға. Мен анамын, туғанмын сол анадан, сондықтан да биікке самғай алам. Аналар-ай, аналар асыл адам, қиындықтан ешқашан жасымаған, байтақ еті өрбіткен сол ана ғой, жүрегімен әлемді асыраған. Аналар-ай, аналар алып тұлға, ей дүние, ананы қамықтырма, жердің алтын бесігін тербететін мейірімі айналып жарық нұрға. Әнші қайда, балтандай жыршы қайда, кеудесінен жақұт жыр ұшымай ма? Жуан ішек ер болса домбырада, жіңішкешек қыз болып сыңсымай ма? Жымыңдаған жұлдыздар көктің сәні, гүл бәйшешек құлпырған шөптің сәні. Әйел деген анасы адамзаттың, шаңырақта даулаған шөптің сәні. Аналар-ай, аналар дана халық, мүсін болып құйылған сана қалып, ана жайлы айтар сөз таусылмайды, бүкіл ақын жазса да қалам алып. Құрметті Шамшабану Хамзақызы және барша әйел қауымдары, сіздерді алда келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз.